айта аласыңдар. Деңгейі ондай қатты көп емес екен ғой деп. Жақсы. Біраз әңгіме айттық. Сабақ барысында сұрақтарды қоя береміз. Ешқандай проблема жоқ. Қазір енді бастайық сабағымызды. Яғни, бүгін бізде алтын түлек олимпиадасының тегін сабақ, ол бірінші сабағымыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Мен әлде мына жерде ешқандай информация жоқ. Қазір сіздер енді қағаз ручка алған шығарсыздар деп үміттенемін. Өйткені бұл бір есеп шығару. Ол жерде кейбір информациялар болады. Олар осы олимпиадада бұйырса кездеседі. Бірақ 100% деп айта алмаймыз. Енді бірнеше тақырыптар бар. Соның ішіндегі біз бір информацияны қазір сізге алып келдік. Сіздерден талап етілетін нәрсе қағаз бен ручка алып, бірге есеп шығарып, жазып отырсаңыздар. Бұл фильм емес. Қарап отырып, айтып кететіндей. Окей. Жақсы. Бірінші біз мынадай бір оңай есептен бастайық. Мына жерге есеп жазамын, барлығы өзі шығарып көрсін. Окей? Жақсы. 2 көбейтілген 3-тен 1, қосылған 3 көбейтілген 4-тен 1, қосылған 4 көбейтілген 5-тен 1, қосылған ол шексіз кете береді. Бірақ мен шектеймін. 2024 көбейтілген 2025-тен 1, қосылған ең соңғысы 2025 көбейтілген 2026-дан 1. Бұл неге тең? 1-2 минут уақыт берейік. Ойланып көріңдер, жазып, сызып. Содан кейін барып информацияны ары қарай айта береміз. Давайте бәріміз микрофонды өшіріп қояйық. Тек менде ғана қалсын. Примерно айтайын, мына тақырып негізі 5-ші сыныптың тақырыбы. Бірақ 99% оқушылар білмейді. Мүмкін енді араларыңызда білетін 1-2 оқушы бар шығар. Жоқ, ол бір бөлінген сандар болғаннан кейін, оның қосындысы ешқашан 2026 деген сан шықпайды мына жерден. 1013-тен 506 дейді. Мүмкін. 213. Бүтін сан шықпайды, бөлшек сан шығады. Сіздердің жазып жатқан жауаптарыңыз 2013, 1013 деген сияқты жауаптар болмайды. Бір бөлшек сан шығады. Мысалы 5-те 1 болуы мүмкін. Я болмаса жібек жазғандай 1013-тен 506 болуы мүмкін. Я болмаса 2-ден 3 азайтылған 3-тен 1 деп аламыз. 1,3 шығады дейді. Қандай идея бар? Екіден 1 шығады дейді. Окей, жібек айтады. Мына жердегі көбейтуді ашамыз дейді. Жақсы. Мына нәрсеге бір көбірек мән беріп көрейік. 2-ден 1 көбейтілген 3 дегенді біз не деп жаза аламыз? 2-ден 1 азайтылған 3-тен 1 деп жаза аламыз. Дұрыс қой. Енді оны тексеретін болсақ, мысалы ортақ бөлім 3-тен берем, 2-ден берем. Сонда бізде 2 көбейтілген 3, 3 азайтылған 2. Ол бізде неге тең? 6-дан 1-ге тең. Дұрыс па? Енді дәл осы логика бойынша бұны формула ретінде мына түрде қарастырсақ болады негізі. 1 бөлінген n көбейтілген n плюс 1 деген нәрсені всегда қалай жазылғамыз? 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 1 деп жазыламыз. Мынаны бір формула ретінде өздеріңізге түртіп қойсаңыздар болады. Сонда бізде не болады? 2 көбейтілген 3-тен 1 деген нәрсені біз 2-ден 1 азайтылған 3-тен 1 деп жазыламыз. Қосылған келесі 3 көбейтілген 4-тен 1 деген өрнекті 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1 деп жазыламыз. Дәл солай 4-тен 1 азайтылған 5-тен 1
осыны шексіз кете береді деп ойласақ, 2024-тен 1 азайтылған 2025-тен 1 қосылған 2025-тен 1 азайтылған 1 бөлінген 2026 деп жазсақ болады. Әрі қарай уже бәрі байқады деп ойлаймын. Мына жерде 3-тен 1-лер қысқарады, 4-тен 1-лер қысқарады, 5-тен 1-лер қысқарады. Мына жерде 24-тен 1 да қысқарады. Келесі 2025-тен 1-лер де қысқарады. Сонда бізде ең соңында қалады 2-ден 1 азайтылған 2026-дан 1. Түсінікті? Ары қарай ортақ бөлімге келтіріп, не істей беруге болады? Просто шығара салуға болады. Сонда ортақ бөлімге беретін болсақ, бізде 1013-тен береміз. Сонда ортақ бөлімі 2026-дан 1013 азайтылған 1. Сонда 1012 бөлінген 2026. Қандай санға қысқаратынын білмеймін. Мына жерде тек 2-ге қысқартсақ әзірге 506 бөлінген 1013. Енді осы түрінде қалдырайық. Мүмкін басқа сандарға бөлінуі мүмкін. Оны тексеріп отырудың қажеті жоқ. Түсінікті? Қалай қысқарады? Дұрыс сұрақ. Мына жерде -3-тен 1, мына жерде +3-тен 1. -3-тен 1-ге +3-тен 1 қосатын болсақ, ол неге айналып кетеді? Просто 0-ге айналып кетеді. Түсіндіре алдым ғой? Кеттік. Олай болатын болса, 5-тен 1 неге қысқарды? 5-тен 1 мына жерде көрінбейтін көп нүктенің орнында сізде 5-тен 1 азайтылған 6-тан 1 бар. Яғни ол 2026-ға дейін жазылатын еді. Сол үшін қысқарды. Ағай, сұрағым бар. 2-ден 1 азайту, 3-тен 1 арасында неге азайту? Мен формула көрсеттім ол мына жерде. Оның логикасын мынадан түсіндіріп бердім. Байқай алдыңыз ба, мысалы, 2 көбейтілген 3-тен 1 дегенді мен 2-ден 1 азайтылған 3-тен 1 деп жазсам болады. Оны ортақ бөлімге келтірсем, менде 6-тан 1, яғни 2 көбейтілген 3-тен 1 шығып тұр. Одан кейін мына формуланы көрсеттім. Яғни кез келген n бөлімінде n көбейтілген n плюс 1-ден 1 деген өрнекті біз n-нен 1 азайтылған n плюс 1-ден 1 деп жаза аламыз. Болды, логика сол. Түсіндіре алдым ғой? Иә. Окей. Кеттік. Дәл осында есеп берем. Атты қиындатпаймын. 5 көбейтілген 7-ден 1 қосылған 7 көбейтілген 9-дан 1 қосылған 9 көбейтілген 11-ден 1 қосылған 11 көбейтілген 13-тен 1 қосылған 13 көбейтілген 15-тен 1 қосылған 15 көбейтілген 17-ден 1. Болды. Дәл осын шығару керек. Алдыңғы есепке ұқсас. Бұндай есептерді аликвоттар деп айтады. Яғни алымы 1-ге тең бөлшектерді аликвот бөлшектер деп айтады. Кеттік. Так, 35-тен 12 дейді, 85-тен 12 дейді. Что-то әртүрлі жауап болып кетті. Формуланы қайта көрсетіңізші дейді. Формула міне тұр. Так, соны копия жасай салайын, яқтан, оппа. Формула осы. Так, 85-тен 12 дейді. Мен білмеймін. Есептің барлығын абсолютті ойдан жазып отырмын. Дұрыс жауап қандай болатынын да білмеймін. Сендер шығарып
көрсеңдер, одан кейін мен бірге шығара аламын. 85-тен 6 дейді. 12 бөлінген 85 дейді. Окей. Жақсы, біраз жауап бар екен. Енді жақсы, сіздер сияқты менде бұлай ойлаған болуы мүмкін кейбір оқушылар. Яғни 5 көбейтілген 7-ден 1-ді мен жаза аламын 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1 деп жаза аламын деп ойлаған шығарсыңдар. Егер олай ойлаған болсаңдар, қателесесіңдер. Себебі ортақ бөлімге беретін болсақ, 7-ден 5-тен біздің ортақ бөліміміз 5 көбейтілген 7, 7 азайтылған 5, сонда бұл 5 көбейтілген 7-ден 2 болып қалады. Ал менде ол не болу керек еді? 1 болу керек еді, ал бізде қазір ол 2 болып қалады. Сондықтан маған не істеуім керек? Міндетті түрде мына 2-ден құтылуым керек. Сол үшін не істеймін? Мен бұлардың барлығына 2-ден 1-ді көбейтіп шығамын. 2-ден 1-ді көбейтуім керек. Мына жерге де тоже 2-ден 1 көбейтуім керек. Енді қараңдар, мен сендерге тек разница бір санға болғанда n және n плюс 1 болғандағы формуланы бердім. Бірақ ол n плюс 2 болғанда, n плюс 3 болғанда, n плюс k болғанда ол формула не істемейді? Жарамайды. Бұл бір дербес жағдай. Қазір мен не істеймін? Жалпы формуланы беретін боламын. Ол қалай болады? Яғни 1 бөлінген n көбейтілген n плюс k дей салайын. K деген қандайды бір натурал сан. Окей? Онда бізде формула 1 бөлінген k, жақша ішінде 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс k деген формула болады. Түсінікті? Мен жалпы формуланы бірден беріп жатырмын. 2 болған кезде k-ның орнына 2-ні қоя салсаңыздар, онда 2-ден 1, жақшаның ішінде n-ден 1 азайтылған n плюс 2-ден 1 деген формула шығады. Енді бұдан енді байқайым. Мен жоғарыдағы есепті қазір төменгі бөлікке жазатын боламын. Ол қалай болады бізде? 2-ден 1, жақша ішінде 5-тен 1 азайтылған. Так. 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1, қосылған 2-ден 1, 7-ден 1 азайтылған 9-дан 1. Дәл осылай кете береді. Ең соңғы өрнек бізде 2-ден 1, 1 бөлінген 15 азайтылған 17-ден 1 болады. Әрі қарай. Бұл жерде не істей аламын? Менде барлығында 2-ден 1-лер бар. 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарсам, 2-ден 1 жақша сыртына шығады. Менде 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1, қосылған 7-ден 1 азайтылған 9-дан 1, қосылған кете береді деп айтайын тағы да. Және ең соңғысы 15-тен 1 азайтылған 17-ден 1 деген өрнек қалады. Түсінікті? Сонда 7-ден 1 мен 7-ден 1, 9-дан 1 мен 9-дан 1, және мына жерде минус 15-тен 1 мен 15-тен 1 қысқарады да, менде 2-ден 1, жақша ішінде 5-тен 1 азайтылған 17-ден 1 қалады. Әрі қарай есептейтін болсақ, бұл 2-ден 1 көбейтілген 85-тен, енді ортақ бөлімге келтіремін, оны өздеріңіз білеттерді үміттенемін. 17-тен 5 азайтатын болсақ, 12. Сонда жауап бізде 85-тен 6 деген жауап болады. Түсінікті? Сонда көп оқушы неден қателесіп кетті? 2-ден 1 деген яғни өрнекті ұмытып кетті де, сол үшін олардың жауаптары 85-тен 12 болып кетті. Түсіндіре алдым ғой? Кімде қандай сұрақ бар? Аудио ашып сұрақ қойсаңдар болады. Ешқандай проблема жоқ. Так. Неге 1 бөлінген 2? Басында 2-ден 1-ге көбейттіңіз ғой. Аха. Енді оны қайтадан шыққан жауапты жаңағыдай қалпына келтіру үшін қайтадан 2-ге көбейтпейміз да негізінде. Жоқ, мен 2-ден 1-ге көбейтпедім ғой мен. Ол формуладағы 2-ден 1 еді ғой. Мына жерді қарасаңыз болады. Бізде k-ның орнында 2 тұр, сол үшін алдында не тұру керек? 2-ден 1 тұру керек.
Жоқ, біз мына 2-ден құтылу үшін 2-ден 1-ге көбейттік емес па? Төбесіндегі 2-ден құтылу үшін. Иә. Ол енді 2-ден 1 бәрінде сақталады ғой. Қараңыз, бұл жерде 2 болды, содан құтылу үшін 2-ден 1-ге көбейттім. Бірақ Иә, менде екі- мына жақта бір тұр ғой. Мен қайтадан не үшін 2-ге көбейтемін? Онда екеуі тең болмай қалады ғой. Все. Түсінікті? Так, ағай, мысалы, бір санның көп дәрежесі қандай санмен аяқталады деген есеп көрейікші. Ол өте оңай есеп қой негізі. Кез келген мысал айтсаңдар, оны көре береміз. Жақсы. Ол есептерді келесі сабақта қарастыруға тырысамыз, Нұрхан. Так, неге 2-ден 1? Формула. Так, мына жерге жаза берейін, иә? Қиындатпай. Неге? Бәрінде сұрақ болып қалды, неге 2-ден 1 деген? Окей. Ол мынадай нәрсе. 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1, оны ортақ бөлімге келтіретін болса, 5 көбейтілген 7, 7 азайтылған 5. Сонда ол бізде 5 көбейтілген 7-ден 2 деген бұл. Ал бірақ бізге не керек еді? Бізге 5 көбейтілген 7-ден 1 керек еді. Сол үшін мен не істеймін? Барлығын 2-ден 1-ге көбейтіп шығамын. Яғни 2-ден 1-ге көбейтем, 2-ден 1-ге көбейтем, және мына өрнекті толықтай 2-ден 1-ге көбейтем. Яғни сол үшін 2-ден 1. Немесе формула ретінде жазып беретін болсақ, сіздерде 1 бөлінген n көбейтілген n плюс 2 болса, онда ол формула бойынша 2-ден 1, 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 2 болып қалады. Егер 3 болса, мына жерде 1 бөлінген n көбейтілген n плюс мысалы 7 болса, онда оның алдында 7-ден 1 және 1 бөлінген n азайтылған 1 бөлінген n плюс 7 деген өрнек болады. Мен К бойынша оны да көрсетіп бердім. Формуланың атауы, бұл формулада бір четкий атау бар жоғын білмеймін, бірақ бұны біз аликводтар деп айтамыз. Оны орыстарда алгебралық тождество деп айтатын сияқты. Яғни алгебралық ықшамдаулар. Оған бір атау берілмеген. Мысалы, қысқаша көбейту формуласы бірдеңе деген сияқты мен атауын көрмедім және естімедім. Кеттік. Осыны бір скрин жасай салыңдар, осы формуланы. Мүмкін болашақта сіздерге керек болып қалады. Кеттік па? Жалғастырамыз ба? Плюс қалдыра салыңыздар, жалғастырайық. Біз азды көпті бір информация беруге тырыстым аликводтарға байланысты. Бұдан енді қатты бір қиын есептер бар. Оларды мен қазір группаға жібере аламын. Типа осы формулаларды, осы идеяларды қолданып шығаруға болатын есептер бар. Қазірге так. Мен мынадай бір қарапайым есептер дайындап алып келдім. Оны бірге шығарайық. Кеттік. Біз айттық басында Алтын түлек олимпиадасы, ол сондай бір қиын олимпиада емес. Ол жерде математикалық сауаттылықтың сәл бір күрделенген түрі кездеседі деп айттық. Енді соған байланысты қазір біз сан және цифр деген нәрсені қарастыратын боламыз. Бізде бірінші есеп, екі санның қосындысы 519-ға тең, оның біреуі 2 цифрмен аяқталады. Егер екіні сызып тастасақ, онда екінші сан шығады дейді. Осы санның кішісін тап дейді. Жақсы. Бізде қандай да бір сан бар. X деген сан. Жақсы, былай айтайын онымен. Бізде екі сан бар. Оның біреу A деген сан. Ол бізде неге тең дейді? X және 2 деген санмен аяқталады дейді. Яғни 2 деген цифрмен аяқталады. Екіншісі B деген сан. Одағы A-дағы 2-ні өшіретін болсақ, онда екінші сан шығады. Яғни бізде не шығады дейді? B X-ға тең болады дейді. Түсінікті? Енді айтады, осы екі санның қосындысы неге тең дейді? 519-ға тең дейді. Сонда X2 қосылған X деген санымыз біздің, ол неге тең болу керек? 519-ға тең болу керек. Енді жауаппен де табуға болады. Мен бұл жерде жауап арқылы табуды көрсеткім келмейді. Ответ қылу арқылы ең соңына 2-ні қойып, бір-біріне қосып табатындарды білеміз. Бірақ мен оны көрсеткім келмейді. Себебі алтын түлек олимпиадасында екінші блокта сіздерге тек есеп беріледі, ал жауапты өздеріңіз тауып жазасыздар. Сол үшін
Ол метод маған ұнамайды. Окей? Енді мына нәрсені білу керек. А, Б, С деген 3 таңбалы сан болса, мен оны былай жаза аламын. Яғни А деген бізде жүздіктер, оны 100А қосылған 10Б қосылған С деп жазуға болады. Яғни кубик разрядтарға жіктеп жазуға болады. Осы логиканы бір түсініп алыңыздар. Одан кейін енді оны санмен түсіндірсек болады. Мысалы, 347 деген санды 300 қосылған 40 қосылған 7 түрін жазуға болады. Немесе бұны 3 көбейтілген 100 қосылған 4 көбейтілген 10 қосылған 7 түрін жазуға болады. Мынау 3 жүздік, 4 ондық және 7 бірлік деген мағынаны білдіреді. Яғни біз бұны қай сыныпта өттік, қателеспесем 3-ші сыныпта өттік, бірақ көп оқушының ойында қалмауы мүмкін. Енді менде дәл сол сияқты мына жерде x деген санды ондық ретінде, сонда 10x қосылған 2 қосылған x ол тең 519. Сонда 10x-қа x қосатын болсам, ол менде 11x ол тең болу керек 519-ды 2-ке бөлетін болсақ, 2-ні азайтатын болсақ 517. Ары қарай x-ті табатын болсақ, яғни 517-ні 11-ге бөлу керек. Сонда бізде пайда болады, ол қандай сан? 47 деген сан. Сонда біздің А деген санымыз, ол 47 және соңында не тіркелген? 2 тіркелген. Ал Б деген санымыз, жай ғана бұна 2-ні сызып тастап, 47 деген сан. Осы сандардың кішісін тап дейді, оның кішісі бізде 47. Түсінікті ма осы нәрсе? Окей, кеттік. Ойлаған санның оң жағына 8 цифрын тіркеп жазып, сонда шыққан санға алғашқы санды 2 еселеп қоссақ, 524 деген сан шығады. Ойлаған санды тап дейді. Ағай жаңағы есепте 10 қайдан шықты? 10? X 10-дық қой бізде. Бұлай ойла. Мысалы, А, Б деген сан берілсе. Енді мына жерде қараңдар. Егер мен А, Б деп просто жазатын болсам, бұны ойлайды барлық адам. Бұл А көбейту Б екен деп ойлайды. Санды жазған кезде оның үстіне мынадай сызық сызады. Бұл яғни бір сан, 2 таңбалы сан деп білдіреді деп тұр. Енді А, Б деген санды мен жазалам. 10А қосылған Б деп жазалам. Пример ретінде мынаны келтірдім. Мысалы, 27 деген санды 20 қосылған 7 деп жазуға болады. Немесе 10 көбейтілген 2 қосылған 7 деп жазуға болады. Дәл сол сияқты мына жерде x-тен 2 деген санды мен x-ін 10x деп жазып алдым, қосылған 2 деп жазып алдым. Ағай, сана жерде 347 деген санды ойдан алдыңыз ба? Мен ойдан тепкендерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. 347 деген санды мысалы 300 қосылған 40 қосылған 7 деп көрсетіп жатырмын. Үш күн. Кеттік. Ойлаған санның оң жағына 8 цифрын тіркеп жазып, сонда шыққан санға алғашқы санды 2 еселеп қоссақ 524 шығады. Ойлаған санды таптық. Енді бізде көп оқушылардың ең қиналатын нәрсесі осындай текстпен, мәтінмен келген есептерді түсінуде, немесе теңдеу құруда, немесе есеп шығаруда қиналады. Сол үшін біз осы тақырыпты таңдап алдық. Алтын түлек олимпиадасында бұндай есептер өте көп болады. Именно дәл осындай есеп деп айтпаймын, просто былай айтқан кезде типа мәтінмен берілетін информациясы көбірек, мәтіні ұзағырақ деген сияқты. Біздің ойымызда көп нәрсе қалыптасып қалған ғой, егер мәтін ұзақ болса, біз оны қиын деп жайлап не істейміз, киіп жасап бастаймыз. 20 есеп 100 балл. Жақсы, қарайық. Бір x деген сан бар. Бір x деген сан бар. Оның оң жағына 8 деген цифраны қостық, яғни 8-ді қостық. Одан шыққан санға біздің алғашқы санымызды 2 еселеп қостық. 2x. Сонда бізде не шықты? 524 деген сан шықты. Енді мынаны
бөлшектеп жазатын болсам, бұл 10x қосылған 8 қосылған 2x ол тең 524. Сонда 12x ол тең 524 тең 8 азайтам, ол менде 516 болады. X менде неге тең болады? 516-ны 12-ке бөлсек 43 па? Қырық үшке тең. Сонда ойлаған санымыз бізде неге тең? 43-ке тең. Кеттік. Әрі қарай жалғастырайық. Енді бұл есеп оңай. Цифрлары әртүрлі болатын ең үлкен және ең кіші үш таңбалы сандардың қосындысын тап дейді. Эфир сақталмайды. Бірақ біз есептерді PDF түрінде жібере аламыз сіздерге. Я болмаса осы типа біздің жазғанымызды PDF түрінде алып жібере аламыз. Скрин жасап алайық дейді. Кеттік. Цифрлары әртүрлі болатын ең үлкен сан қандай? Цифрлары ең үлкен болатын. Бір А деген сан бар. Ол цифрлары ең үлкен болатын. Жоқ, цифрлары әртүрлі болатын ең үлкен сан. Үш таңбалы сан. Және ол бізде қанша болады? 987 болады. Келесі Б деген сан ең кіші үш таңбалы сан. Бірақ цифрлары әртүрлі болу керек. Ол бізде неге тең болады? 123. Қате деп жазсаңдаршы, құтқатырмау. Окей. Кейбір оқушылар осылай 123 деп жазып қояды. Ол негізі қате. Бізде қандай болу керек? Ол 102 деген сан болу керек. Сонда бізде нені қосу керек? А плюс Б-ны табу керек. Сонда ол 987-ге қосамыз 102-ні. Ол бізде болады 1089. Жауабысы нұсқасы 1089. Көп оқушылар қателесіп кетеді. 987 деген андай бір-бірінен келатқан сандар қой. Ал 102-ні көбісі ескермейді, 123 деп типа бірінен кейін бірі келатқан сандарды жазып қояды. Ағай, сонда осыған ұқсас есеп келсе 102 деп алу керек па? Иә, цифрлар әртүрлі, ең кіші сан ол 102. Таңбалы сан. Кеттік. Оқушы үш таңбалы санды қосқанда мынадай қате жіберді дейді. Бірінші санның жүздігіндегі 9 цифрын 3 деп ойлап, екінші санның ондығындағы 3 цифрын 9 деп шатастырып, нәтижесінде 804 санын шығарды дейді. Қосындының дұрыс мәні қанша? Ойланып көріңдер. Мынау вообще супер есеп. Біраз шатастырады оқушыларды. Бірақ логикасын түсінген адамдар оңай шығара алады. Бірінші санның жүздігіндегі 9 цифры дейді. Яғни бізде 9AB деген бір сан берілген. 900 бірдеңе деген сан берілген. Екінші сан X 3Y дей салайық. Осы екеуін қосу керек болған. Бірақ ол қателескенде қалай жазып қойған? 300AB қосылған X 9Y деп жазып қойған. Сонда 804 деген жауап алған. Енді айтады, бізде ол қателескен дейді. Қателеспегенде дұрыс жауап қалай болатын еді дейді. 540 қосамыз дейді. 1344 болады дейді. Окей, логиканы түсінген шығарсыңдар, иә? Қараңдар. Мына жерде ол қателескен кезде 9-ды 3 қылып жазған кезде ол неден ұтылды? Қанша саннан ұтылды былай айтқанда? 600 деген саннан ұтылып қалды. Яғни оның шығу керек мәнінен 600 деген сан просто азайтылып қалды. Түсіндіңдер ме осы нәрсені? Ол 900 деп жазудың орнына ол 300 деп жазып қойды. Сол үшін ол 600-ге ол белініп қалды былай айтқан кезде. Сонда мен не істеуім керек? Мына цифраға
600'ді қосуым керек. Ойлаған санды табу үшін. Яғни 600 деген санды қосуым керек. Келесі, тағы бір байқайтын момент. Мына 3 деген цифраның орнына ол 9 деген цифраны жазып қойды. Бұлай көрсетіп қойайын. Онда ол 30 деген санның орнына 90 деген санды жазған үшін ол не істеді? 60 деген санды қосып қойды. Яғни 60 деген санды артығырақ жазып қойды. Сонда мен не істеуім керек? 60 деген санды азайтуым керек. Сонда бұл жерде мына екеуінің қосындысын табатын болсақ, ол 540-қа не істеді? Аз есептеп қойды санды. Біз мына өрнекті табу үшін жай ғана не істеуіміз керек? 804-ке 540-ты қосуымыз керек. 804-ке қосамыз 540-ты. Сонда ол бізде болады 1344 деген сан болады. Жауабы А нұсқасы. Түсіндіре алдың ба, Амина? Ағай, 660 дегендерді қайтадан түсіндіріп жібересіз ба? 600 деген былай. Былай айтайық. Бір адам саған 900 теңге берудің орнына 300 теңге берсе, сен қанша теңгеге желілдің? 600 теңгеге желілдің ғой, Иә. иә. Содан кейін келеді да, ол адам қайтып келеді да, саған 30 теңге берудің орнына саған 90 теңге беріп кетеді. Сен 60 теңге пайда таптың. Енді сен минусын есептеуің керек. Сонда сен 600 теңгеге желіндің, 60 теңгеге пайда көрдің. Сонда екеуін қосатын болсаң, сен 540 теңгеге желіліп тұрсың. Түсінікті? Ол саған 804 теңге деген ақша беріп кетті. Сен 540 теңгеге желіліп қалғансың, оны үйге барғаннан ойландың. Мен деген 540 теңгеге желіліп қалдым ғой. Сонда негізі ол маған қанша ақша беру керек еді деп ойлаған кезде, сен осы 804-ке 540 деген санды қосасың, яғни осы жауапты аласың. Ой, қатысу. Түсіндіре алдың ғой, Иә, рахмет. Иә, өте қызық есеп. Мат сауаттылықтан келсе, примерно 70-80% бұл есептен есейді, жай ғана қадалып қалады. Фариза кітапты ашқанда оң жақ және сол жақ бетіндегі екі беттің номерленген сандарының қосындысы 29-дан үлкен және 33-тен кіші сан болатын байқады. Ал олардың көбейтіндісі нешеге тең дейді. Қай уақытқа дейін болады дейді? Примерно, қазір айтайын, 8 слайд өтті, примерно тағы 10 шақты есеп бар. Сонымен аяқтаймыз. Тағы бір жарты сағат 40 минут. Бұна отода келіп жатыр ма? Ото таза есеп таба алмай қалған ғой да шамасы. Жақсы, қараңдар. Кітапты ашқан кезде, енді барлығы кітап оқып жатқан шығар деп үміттенемін. Электронный форматқа ешкім көшіп кетпеді. Кітаптың бетінде екі жағында екі түрлі сан тұрады. Яғни біріншісінде қандай да бір n деген сан тұрса, екінші бетінде не тұрады? n плюс 1 деген сан тұрады. Яғни бір жағында 10 тұрса, екінші жағында 11 тұрады. Я болмаса 15 тұрса, 16 тұрады деген сияқты ғой. Сонда бізге айтады, осы n плюс 1 ол 29-дан үлкен, бірақ 33-тен кіші дейді. Ары қарай не істеу керек? Жай ғана бізге теңсіздікті шығарып, сандарды бір-біріне көбейте салу жеткілікті. Сонда барлығынан бір азайтатын болсақ, 28, мына жерде 2n, мына жерде 32. Енді барлығын 2-ке бөлеміз біз 2-ден құтылу үшін. Сонда біздің n деген санымыз неге тең болады? 14 пен n деген санымыз ненің арасында? 16-ның арасында. Біз бірден білеміз, n деген санымыздың 15-ке тең екенін білеміз. Сонда біздің кітап бетінде мына жерде 15, ал мына жерде 16 деген сан тұрады. Сонда бізден сұрады, олардың көбейтіндісі нешеге тең деді? 15 көбейтілген 16, ол бізде 240-ға тең. Е жауабы 240 болады. Түсіндіре алдың ғой? Окей. Кеттік. Бірден 100-ге дейінгі натурал сандардың ішінде 8 цифры неше рет кездеседі? Өте оңай. Бірақ оқушылар көп қателеседі. Я, бұл андай ізден шыққан есеп қой, бұл айтқан кезде. 6 неше рет кездеседі, 5 неше рет кездеседі, 9 неше рет кездеседі.
Нұрхан есепті оқыт та бірден ответін айтып жатыр. Енді балалар қалай типа двигаться етеді бұл жерде. Бұл айтқан кезде барлығы дерлік отырады. Давай дейді, мен 8-і барларды жазып шығайын дейді. Дархан, мен қазір мынаның барлығын PDF-ін жіберемін сендерге, өздерің қайттан қарай аласыңдар, окей? Группаға. Біреулер ойлайды, мен балалардың логикасын айтайын, оқушылар бізде былай ойлайды. Давай мен жазып шығайын дейді. 8 жазады, 18 жазады, 28 жазады, 38, 48, 58, 68, 78, одан кейін 80 басталады. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 98 деп жазады. Сосын отырады да олар мынаны санайды бүйтіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дейді да, 19 дейді, короче. Ол не прикол деп ойласаңдар, бұл қате 19 деген жауап. Абсолютно қате. Өйткені олар нені ұмытып кетеді? Мына жерде 88 деген санда 2 8-дің бар екенін ұмытып кетеді. Ол 2 рет саналу керек. Сонда жауап бізде не болу керек? 20 болу керек. Түсіндірем бе? Бұны комбинаторикамен де шығаруға болады. Жақсы, бізде 2 таңбалы сан бар деп ойлайық. Бірінші орынға мына жерге 8 деген санды қойып қойсаң, мына жерге қандай сандар қоя аласың? 0-ден 9-ға дейінгі цифраларды қоя аласың. Сенде қанша мүмкіндік бар мына жерде? 10 мүмкіндік бар. Яғни сен 0-9 деген сандарды қоя аласың. Сенде неше мүмкіндік бар? 10 мүмкіндік. Келесі. Ал 8 екіншіде тұратын болса, онда бірінші орынға қандай сандар қоя аласың? Бұл жерде де 0-ден 9-ға дейінгі барлық цифрды қоя аласың. Бұл да не деген сөз? 10 мүмкіндік деген сөз. Сонда бізде 2-10 мүмкіндікті қосатын болсақ, бізде барлығы неше? 20 сан шығады. Түсінікті? Бұнда есеп келген кезде... Ау? Мына жерде 88 алып тастағанда 18 шықпайды ма? 88 алмаймыз ғой. 2-8 деп есептейміз ғой оны. Сонда сенде 18 сан бар, 88-ді 2 рет есептейсің, сол кезде ол 20 цифра болады. Түсінікті ағай. Ағай, общий группаға файл жіберіле ме? Жіберіледі. Барлық группаға мына жазылған материалдардың бәрін мен PDF қыламын, share жасаймын, и сендерге жіберемін. Ағай, бұл арнайы қайталап түсінбей қалған есеп. Жіберіле ма, әлде группаға қоса аласыздар ма бізде? WhatsApp группа мына жерде чатқа жіберіп жатыр қазір сізге WhatsApp чатты. И сол жерге қосыла аласыз. Сол жерде 3 күн бойы болатын сабақтар, тақырыптар, материалдар барлығы жіберіліп отырады. Мен қазір ойлап отырмын, алтын түлек олимпиадасын баяғы өтіп кеткен версиялар бар ғой, соны сіздерге тест түрінде беріп, сіздер орындап, өз деңгейлеріңізді бір сынап көрсеңіздер деп ойлап отырмын қазір. Ол жаңалықтың барлығы сіздерге айта береміз. Кеттік. Келесі. Мынау өте супер оңай есеп. Мен жолдасымнан телефон номерін сұрадым дейді. Ол маған 4-ші және 5-ші цифрлардан және 6-ші, 7-ші цифрлардан құралған сандар бір санның квадраты деп айтты. Алғашқы 3 цифр бір санның кубы деп айтты дейді. Жолдасының номері қандай дейді. Яғни ол мына жерде мынадай нәрсе болып жатыр. Алғашқы 3 цифры қандай да бір санның кубы, одан кейінгі 2 сан қандай да бір санның квадраты, одан кейінгі 2 сан қандай да бір санның квадраты. Енді байқасаңыздар, мына жерде бәрін бүйтіп бөліп қоятын болсақ, 125 деген санды көріп тұрсыңдар, иә? Яғни мына жерге мен нені жазып қойын? 125 жазып қойын. 125. Ол бізде ненің кубы? 5-тің кубы. Окей. Одан кейін тағы байқасаңыздар, мына жерде 36-35 деген сандарды көріп жатсыңдар. Оның ішінде 36, ол бізде 6-ның квадраты. Және соңғысы 81-80 дегенді байқап жатсыңдар. Ол жерде бізде 81, ол ненің квадраты? 9-ның квадраты. Сонда жауап бізде қандай болады? С нұсқасы 125, 36, 80 деген номер болады.
Түсінікті? Өте оңай есеп. Оңай ағай. Иә, бұл жерде ответпен ғана жұмыс жасаймыз. Өйткені біз андай бір әріптермен, өрнектермен бірдеңені құрап отыра алмаймыз. Стоп, sorry. Мен С варианты деп айттым, ол А варианты ғой. Мына жерде 80 деп қойыппын. Дұрыс шығарып, қате жазып отырмын. Ответсіз келсе, ответсіз бұндай есеп келмейді. Sorry. Қателескенім үшін механикалық ошибка болды. Ары қарай жалғастырайық. Келесі есеп. Манағы алдындағы төртінші есепте естеріңде бар ғой, бұл соған ұқсайды. Def және PQR бірінші санның жүздіктерінің орнында 7 цифрымен, екінші санның ондықтар орнында 5 цифрын алмастырғандықтан, нәтижесінде 1190 деген сан шықты дейді. Бастапқы нәтиже қандай? Мектепшілікке дәл осы есеп келеді деп айта алмаймын. Бірақ ұқсайтын есептер міндетті түрде келеді бұйырса. Былтырғы есептер бар. Бұйырса мен айтып тұрмын ғой, ол нәрсенің барлығын тест форматында платформаға енгізіп, сендер өздерің тапсыра алатындай бір деңгейге жеткіземіз деп үміттенемін. Мана төртінші мысалды білесіңдер ғой мана. 300 теңге, 900 теңге берудің орнына 300 теңге берді деген сияқты. Бұл да дәл сондай логика. Енді бұл жерде айтып жатыр бізге. Бұл жерде айтып жатыр. Def дегеннің ең бірінші цифрасы 7 деп айтып жатыр. Яғни 7EF оған қосу керек. P екінші цифрасы 5 болған, 5 арды. Ол келгенде не істеген? Яғни қате жазып алған байқамай. 5EF қосылған P7 R деп есептеп алған. Сол кезде ода 1190 деген сан шыққан. Бізге айтады, қателеспегенде қандай жауап шығатын еді дейді. Дұрыс жауап қандай болатын еді. Кеттік. Мына жерде 7 жазудың орнына 5 жазғандықтан ол қаншаға туып тұр? Оған бұл айтайық 700 теңге беру керек, бірақ оған 500 теңге беріп кетті. Значит, ол 200-ге ұтылып тұр, иә? Сонда ол 200 плюс болу керек еді. Одан кейін 5 жазудың орнына 7 жазып қойған. Яғни 50 теңге берудің орнына оған 70 теңге беріп қойған. Значит, артық беріп қойған, онда ол минус 20 болады. Сонда 200-ден 20-ны азайтатын болсақ 180. Сонда мына жердегі бір x деген санды табу үшін не істеу керек бізге? 1190 деген санға 200 деген санды қосу керек. Яғни x ол тең 1190 қосылған, 200 деп жазып қойыппын, sorry. Мына жерде 180 болу керек. 180. Сонда ол 1370 деген жауап. Яғни D нұсқасы 1370. Дұрыс па назерке? Дұрыс па деймін, басқа нәрсе ойлап кетіп жатсың ғой. Проблемнен кейін бітіп отыр. Окей. Логика жаңадай. Бұндай есептер келсем, қарыз біз ақша мәселесінде көп қателеспейміз ғой. 500 теңге, 600 теңге, 1000 теңге. 1000 теңге берудің орнына саған 700 теңге беріп кетсе, сен қателеспейсің, барып 300 теңгеңді алып аласың деген сияқты ғой. Бұл жерде солай ойлансаңдар болады. Типа 700 теңге берудің орнына саған 500 теңге беріп кетсе, сен әлі одан 200 теңге ала жақсың. Ал 50 теңге берудің орнына 70 теңге беріп кетсе, значит, сен 20 теңге бере жақсың деген сияқты ойлансаңдар, не істей береді? Есеп оңайлай береді. Келесі. Екі санның қосындысы 1337. Егер бірінші санның соңына 2 цифрын қосып, екінші санның соңына 4 алып тастаса, екеуі теңеседі. Осы сандар тап дейді. Қазір бізде жігіттер қыздар бар, ответке қарайды да бірінші жауапты А дей салады. Қалай шығаратын едік?
иә, көп есептер уже ұқсас. Екі санның қосындысы 1337 дейді. Бірінші санның соңына, жақсы, мен бірінші санды, А деген санды X деп алайын. X-тің соңына 2-ні қосса, ол қалай болады? Біздің А деген санымыз X-та 2 болып өзгереді. Және екінші санның соңындағы 4-ті алып тастаса, онда 2 тең есептейді. Сонда менің B деген саным, ол X, 2 және 4 деген саннан тұрып. Бұлардың қосындысы, яғни А мен B-ның қосындысы, А плюс B-ның қосындысы, ол менде 1337-ге тең. Сонда X қосылған X 24, ол неге тең болып тұр? 1337-ге тең болып тұр. Дұрыс па? Сонда менде X қосылған 100, X қосылған 20, қосылған 4, ол 1337-ге тең. Сонда 101X ол тең 1337-ден менен азайтуым керек, 24-ті азайтуым керек. Сонда ол менде нені береді? Яғни 1313-ті береді. Бұдан X-ті табатын болсам, ол 13-ке тең. Сонда менің бірінші А деген саным 13-ке тең, Б деген саным 1324-ке тең. Әрине, бұл есептерді шығару барысында, енді именно осы есеп шығару барысында біз жауап арқылы шығара аламыз. Бірақ жауап арқылы шығару ол өте дұрыс емес, ол жақсы шешім емес, ол әрқашан сен жетістікке жеткізбейді. Мана айтып кеткен екінші блокта егер осы есепті беріп, тек цифралар жаз десе, онда сендер мүмкін қадалып қаласыңдар. Айбот аға тағы бір түсіндіре салайын. Неге 100 дейді? Бұлай ойлайық. А, Б, С деген 3 таңбалы сан берілсе, оны мен мана айттым жазалам. 100 А қосылған 10 Б қосылған С деген түрде жазалам дедім. Сол үшін мына жерде мен 100 X деп жаздым. Түсінікті? Факты мынау бір 3 таңбалы сан сияқты. Мынау X бізде 100-дігі, 2 10-дігі, 4 бірлігі. X 24 қайдан шықты дейді? Бізге айттым не? Егер бірінші санның соңына 2 цифрын қоссаң, яғни X-тің соңына 2 деген цифрды қоссаң, мынау. Ал екінші санның соңындағы 4-ті алып тастаса, 2 тең есептеді. Яғни бір А деген санның артына 2-ні қоссаң, және Б деген санның артындағы 4 деген санды сызып тастасаң, онда 2 тең есеп деп айтты. Сол үшін мен X2 және оның сызықтаған 4-ін қосқанда мен нені тауып алдым? Бұны тауып алдым. Кеттік. Ары қарай. Вообще супер оңай есептер. Ерлан бір сан ойлады. Сол санға 1-ді қосып, 2-ні алды. Шыққан санды 3-ке көбейтіп, 4-ке бөлді. Соңында 6 шықты. Жай ғана не істей аламыз? Кері жоруды қолдансақ болады, яғни кері қарай жүруді. Я болмаса былай істей аламыз. Ерлан бір X деген санды ойлады. Оған 1-ді қосты. Одан 2-ні азайтты. Шыққан санды 3-ке көбейтті. Көбейту 3. Одан шыққан санды 4-ке бөлді. Сонда 6 шықты деп айтты. Жазылады. Запись жазылады. Енді я болмаса бірден типі, мысалы 6 шықты. 6-ны 4-ке бөлген болса, оны көбейтеміз деп, 3-ке көбейткен болса, бөлеміз деп, кері амал жасау арқылы да табуға болады. Немесе мен сияқты дәл теңдеу құру арқылы да табуға болады. Енді мына жерден бірден X азайтылған 1 екенін білеміз. Ол көбейтілген 3, ол мына 4-ті оң жаққа шығарсақ, көбейтумен шығады да, ол 24-ке тең болады. Сонда X азайтылған 1, ол тең 3-ті оң жаққа шығаратын болсақ, ол бөлумен шығарады, бөлу 3-пен. Онда ол бізде 8-ге тең болады. Ал X бізде жай ғана 9-ға тең болады. Супер, оңай есеп. Я болмаса, бастарыңды қатырып, бұндай теңдеу құрғыларың келмесе, жай ғана керіс жасайсыңдар. 6 деген сан шықты. Мына жерде 4-ке бөлгендіктен, оны 4-ке көбейтесің. Мына жерде 3-ке көбейткендіктен, оны 3-ке бөлесің. 2-ні алғандықтан, оған 2-ні қосасың, 1-ді қосқандықтан, одан 1-ді азайтасың. Сонда 24, оны 3-ке бөлесің 8, 2 қосасың 10, 1 азайтасың, сонда жауап 9 деп те шығаруға болады. Қайсы ыңғайлы? Таңбаға қарама қарсы. Қайсы ыңғайлы сол типті таңдасаңдар болады.
Келесі. 3 таңбалы сан 5-ке аяқталады дейді. Допустим, давай былай ойлайық. Мына жерде ответтер жоқ деп ойлайықшы. А так, мына есеп өте оңай шығып кетеді. Себебін көрсетейін мына жерде міне. 5-ке аяқталады дегеннен кейін мына жауапты белгілей салсақ болады. Бірақ біз не істейік? Мына жердің барлығын өшіріп тастайық та, есеп бойынша ғана жұмыс жасайық. Окей? Sorry, қасыма бір адам келіп қалды. Аяулым, қош келдің. Кеттік. Енді 3 таңбалы сан 5-ке аяқталады дейді. Егер осы санның соңғы цифрын санның басына апарып қойсақ, онда пайда болған сан алғашқы саннан 189-ға кіші болады дейді. Окей, бір 3 таңбалы сан. А, Б және ол 5-ке аяқталады. Дұрыс па? Енді оны 5-ті басына апарып қойсам, ол 5 А, Б болады. Енді айтады, пайда болған сан алғашқы саннан 189-ға кіші десе, алғашқы саннан пайда болған санды азайтатын болсақ, онда ол не деген сөз? 189 деген сөз. 3 таңбалы санды тап. Окей. Бұны да дәл манағыдай жіктей салсақ болады. 100А қосылған 10Б қосылған 5 азайтылған, жақсынан мен бір жақшаға жіктей салайын. 5 көбейтілген 100 қосылған 10А қосылған Б ол 189-ға тең. Әрі қарай жақшаларды ашатын болсақ, бізде 100А қосылған 10Б қосылған 5 азайтылған 500 азайтылған 10А азайтылған Б ол тең 189-ға. Енді 100Адан 10-аны азайтатын болсақ, 90А және 10Б'дан бұны азайтатын болсақ, 9Б ол тең болу керек 189 қосылған, яғни 5-тен 500 азайтсақ, минус 495, оны оң жаққа шығаратын болсақ, 495-ке. Бұл екеуін қосатын болсақ, 684 деген сан шығады. Дұрыс қой? Мен ойым. Келсеңдер ғой, бір қарап алыңдар. Может, 495-ке 189-ды қосқанда кейде қате жүріп қою мүмкін. Кеттік. Әрі қарай не байқаймыз? Не байқаймыз? Мына жердегі сандар 9-ға бөлінетіндігін байқаймыз. Яғни 90А-да, 9Б-да барлығы неге бөлінеді? 9-ға бөлінеді. Енді оң жағы да 9-ға бөлінеді деп үміттенемін. Әлде білесіңдер ма қайдан бөлінетіндерін? Білесіңдер ғой, қандай сандар 9-ға бөлінеді? Білмейсіңдер ма? Ойша бөлмей-ақ, оның 9-ға бөлінетіндігін оңай білуге болады. Ол үшін не істеу керек? Біз дейді, жақсы, ол бір информацияны да түсіндіре салайын. Егер А, Б, С деген сан 9-ға бөлінсе, 3 нүкте деген сөз, ол міндетті түрде 9-ға бөлінеді деген сөз. Онда А плюс Б плюс С ол да неге бөлінеді? 9-ға бөлінеді. Міндетті түрде осы нәрсе яғни орындалады. Цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, онда сан да бөлінеді. Немесе керісінше, сан 9-ға бөлінсе, цифрлардың қосындысы да бөлінеді. Мен қайдан білдім? 6, 8, 4-ті қостым, ол менде 18, ол 9-ға бөлінеді, онда 684 деген санда 9-ға бөлінеді. Кеттік, әрі қарай. 9-ға бөлсек, бізде 10А қосылған Б, ол неге тең болады? 76-ға тең болады. Әрі қарай, оңай ғой, немесе мына 10А қосылған Б дегенде мен АБ деп жаза аламын ғой. Ол 76-ға тең. Сонда А бізде 7-ге тең, Б бізде 6-ға тең. Енді 3 таңбалы санды тап деді. Сонда 7, 6, соңғы цифры 5, 765 деген жауап шығады. Я, 3 точка деген ол міндетті түрде бөлінеді деген сөз.
Мысалы мен былай жасасам, А 2 точка қой Б десем, ол мына логиканы береді. А Б-ға, Аны Б-ға бөл деген сөз. Түсіндіңдер ма? А Аны Б-ға бөл деген сөз. Ал былай жасасам, 3 точкамен жасасам, ол былай айтып тұрған сияқты. А міндетті түрде Б-ға бөлінеді. Яғни қалдықсыз бөлінеді деген сөз. 76 қайдан шықты? 9-ға бөлдім барлығын. Екі жағында 9-ға бөлдім. Үш таңбалы сандар, төрт таңбалы сандармен де дәл солай бола ма? Цифрлардың қосындысын айтасың ба, нені айтасың? Анау міндетті түрде бөлінеді дегенше. Ол міндетті түрде бөлінеді деген, ол просто математикалық термин ғой. Мысалы 27-ні 3-ке міндетті түрде бөле аламыз ғой, иә? Жоқ, аға, егер любой, мысалы, 4 таңбалы, 5 таңбалы сан келсе де дәл сол способпен таба берсек болады ғой, иә? Типа мына цифрларын қосып 9-ға бөліп па? Иә, болады. 3-ке де осы тәсіл жарайды, 9-ға да осы тәсіл жарайды. 3-тен 9-ға. Кеттік. 3 таңбалы санның цифрларын қосқанда, сол санның өзі мен 432 санның айырмасына тең болатын сан шығады. Бастапқы 3 таңбалы санды табыңыз дейді. Так, Амина, бұл жерде мен бөлуде 3 точка емес. Мен просто 9-ға точно бөлінеді деп сендерге жазып кетіп жатқаным ғой. Типа 3 точка деген, ол міндетті түрде бөлінеді деген логика. Мысалы, 27 3-ке бөлінеді, мен жазып кете аламын. 27 3 точка 3 деп жазып кете аламын. Ол міндетті түрде бөлінеді деген сөз. Так. Ешкім трансляция шығармай ақ қойса, абзал болар еді. Кеттік. 3 таңбалы санның цифрларын қосқанда, сол санның өзімен 432 санның айырмасына тең болатын сан шығады. Қалай бір теңдеу құруымыз керек? 3 таңбалы сан дегенде біз әрқашан А, Б, С деп аламыз. Енді айтып, 3 таңбалы санды қосқанда, сол санның өзімен 432 санның айырмасы шығады. Яғни 432-ні азайтатын болсақ, бізде А плюс Б плюс С деген сан шығады деп айтты. Так, не істей аламыз? Орындарын ауыстыра аламыз. Сонда А, Б, С, азайтылған А, азайтылған Б, так, азайтылған С, ол 432-ке тең болады деген сөз. Так, неге сандардың әріптердің үстін сызасыз дейді? Егер 3 таңбалы сан десе, мен оның үстін сызуым керек, өйткені ол 3 таңбалы сан екенін білу үшін. Окей? Ал егер сызбасам, оны сендер ойлайсыңдар. Мысалы мен А, Б, С деп тастап кетсем, оны сендер ойлайсыңдар. Бұл какты былай жазылатқан шығар деп. А көбейту Б, көбейту С деп. Бұл 3 таңбалы сан емес, 3 санның көбейтіндісі. Ал егер былай жазсам, А, Б, С деп. Онда бұл не деген сөз? 3 таңбалы сан деген сөз. Осылай жазып тұрайын. Кеттік. Мына жерде жіктейік. 100А қосылған 10Б қосылған С, азайтылған А, азайтылған Б, азайтылған С, ол 432-ке тең. Так, мына бұрышқа қоя салайын. Әрі қарай 99А қосылған 9Б, ол тең 432-ке. Бәрін істеймін, бөлем 9-ға. Сонда 11А қосылған Б, ол неге тең болады? Так, 30. Қанша болады? Ой, sorry. 9-ға бөлсек. 48. Дұрыс қой, 9-ға бөлсек 48 ғой. 36, 72. Окей. Енді қарайық. Мына жерде ойлану керек.
Біздегі b деген ол цифра, ол 0 мен ненің арасында? 9-ның арасында. 0 мен 9-ның арасында. Ал біздің a деген санымыз, ол не мен ненің арасында? Яғни ол 3-ке тең, немесе кем емес, және 5-тің ортасында. Дұрыс па? Өйткені 5 болса, a-ның орнына 5 қойсақ, ол 55 болады, 48-ден асып кетеді. Значит, біз оны просто айта аламыз. A 5-ке тең болмайды, a 5-тен кіші. Егер a 3-ке тең болатын болса, онда 33, 48-ден 33-ті азайтатын болса 15, а бізде b немен арасында? 0 мен 9-ның арасында. Сол үшін мен 3-ке де тең емес. Сонда мен нені байқаймын? a-ның жай ғана 4-ке тең екенін байқаймын. Онда есептейтін болса, мына жерге есептеймін. 44 қосылған b, ол тең 48. Онда мен b деген санында неге тең? 4-ке тең. Сонда біз мынаны түсінеміз. Біздің a, b, s деген санымыз, ол қандай сөз? 44 s деген сөз. Яғни s-ның орнына кез келген цифра қоя беріңдер, онда ол не істейді? Мына жоғарыдағы мына теңсіздік орындалады. Сонда менің саным 441 бәле деген сан. Ол 440 болуы мүмкін, 441 болуы мүмкін, 442, даже 449 болуы мүмкін. Сонда мына жердің жауаптарды қарасақ, a келмейді, s келмейді, d келмейді, e келмейді, жалғыз ғана вариант, менде b варианты 447 деген келеді. Сон, Даяна нені көріп үлгермей қалдың? Аудио ашып, 1-2 секунд айтып жіберсең. 99 дегеннен кейін көріп үлгермей қалдыңыздар. 99a қосылған 99b дегеннен кейін ба? Ол жерде біз не істедік? Барлығын 9-ға бөлдік. Одан мына өрнекті алдық. Одан кейін мен a-ны зерттедім. Ол қай жерде болады деп. A ол 3 пен 5-тің арасында болады, b 0 мен 9-ның арасында болады. Одан мен a-ның 4-ке тең болатынын тауып алдым. Одан оны орнына қойып есептедім да, b-ның да 4-ке тең болатынын байқадым. Сода менің a, b, s деген жауабым 441 бәле деген сан болатынын білдім. Сонымен есеп шешілді. Ағай, неге 3-тен үлкен, 5-тен кіші деп неге үйтіп алдыңыз? Мен басында айттым, 3 пен 5-тің арасында дедім, иә? 3-тен кем емес, 5-тен аспайды дедім. 5 не үшін кірмейді? Өйткені a-ның орнына 5 қойсаң, ол 55 болып кетеді. 55-ке қандай да бір 10 немесе натурал санды қосатын болсаң, ол 48-ден кіші бола алмайды. Сол үшін 5 келмейді, окей? Онсыз саным. 3 қойып көрдім, 3-ті қойсам 33, 48-ден 33 азайтсам, ол 15. Ал менің b-м не бола алмайды? Ол 15 бола алмайды. Просто так. Өйткені ол 0 мен 9-ның арасында. Сонда ол 3 бола алмайды, 5 бола алмайды. Бізде автоматын бірақ вариант қалады. Ол не? Ол 4 деген вариант қалады. 4 десем, мына жақта 3 созған бүйтіп қалып қойып тұрмын. Былай. 4 деген вариант қалады. Түсінікті? Барлық логика сол. Кеттік па? Кеттік. Белгілі бір сан берілген, қандай 3 цифрды сызып тастағанда, қалған цифрлар көрсетілген тәртіпте ең кіші 7 таңбалы санды өрнектейді. Мүмкіндігінше алдында тұрған ең үлкен сандарды сызу керек бізге. Болды, басқа ештеңе емес. 8 сызып тастау керек, 9 сызып тастау керек. Ары қарай байқасаңдар, 3 пен 4 тұр. Егер 4-тен басталса, ол 4 миллион бірдеңе болады. 7 таңбалы сан ғой. Ал одан кішірейту үшін мен 4 сызып тастасам, ол 3 миллион бірдеңе болады. Сонда 4 сызып тастайым. Сонда мен жауабым 3.143.217. Жауап Е нұсқасы. Мынанда өздерің шығара аласыңдар. Кері амал қолдану. Елдос бір сан 8-ге көбейтті, ау? Сіз ана есепте 3-ті де тастадыңыз ба? Жоқ, 3-ті қалдырдым ғой. 4, 8, 9-ды ғана сіздің. Болды, түсіндім. Окей.
Елдос бір санды 8-ге көбейтті, шыққан мәнінен 8-ді азайтып, оны 8-ге бөлгенде 888 деген сан шықты. Кері жору. Елдос қандай санды қолданған табыңыз дейді. Мен бірден жауап 889 ба деп ойлаймын. Андай ойламаңдар, типа мен мына слайдты дайындап алып келді, и бұл есептердің бәрін жатқа біледі деп. Мен абсолютно жатқа білмеймін. X деген сан ойланды, 8-ге көбейтті, 8-ді азайтты, и потом бәрін 8-ге бөлді. Сонда 888 деген сан шықты. Енді мына жерден кері жормай-ақ қояйын, болсын, мен жақшағын ішіне кіргізейін. Сонда 8x бөлінген 8, азайтылған 8 бөлінген 8. Ол тең 888. Сонда x азайтылған 1, ол тең 888. Ал x ол неге тең? 889-ға тең. Welcome. Просто алпыстық олимпиадасында ең қиын нәрсе ол уақытпен жұмыс жасау. Қатысқан оқушылар біледі, уақыт сендерді қатты қысып жібереді. Просто так үлгердім деп ойлап отырасың, сосын саған келеді 10 минут уақыт қалды дейді, ал сенде әлі шықпаған бірнеше есеп бар. Ол жерде сендерді осындай бір үлкен подвохтармен шатастыру мүмкін. Сенің қолыңда калькулятор жоқ. Сен келесіңді кері жору әдісімен дейсің, 8-ді мына жаққа көбейтесің. 888-ді 8-ге көбейту деген енді бір оңай нәрсе емес. Тем более көбейтіп отырып қателесіп кететін кездеріміз болады. Қосып отырып қателесіп кететін кездеріміз болады. Сол үшін мүмкіндігінше осындай оңай жақтарын іздеуге тырысу керек. Есеп көрдің ба? Оның оңай жолы бар. Мен сол оңай жолын табуым керек. Көбірек есеп шығарасың, ми ол оңай жолды спокойно әкеліп береді. И сен типа 1 минутта кейбір есептер шығарып кете бересің. Сен көбейтетін болсаң, мысалы кері жору бойынша, ол кезде сенде примерно 5 минутқа дейін уақыт кетіп қалады. Мектепшілік кезең онлайн болмайды, сіздерге материал жіберіледі, мектеп тарапынан шығарылып, сол жерде орындай қоясыздар. Мынаны өздерің аяқтай салыңдар. Осы соңғы есептен кейін аяқтауға болады. Қанша уақыт беріледі? Всего лишь 100 минут. Ең көп балл жинаған, қателеспесем 63 балл болды ау республикада. Назерке, сен қанша жинадың? Респада? 62. 62. Түркістан облысы бойынша рекорд. Назерке деген оқушымыз. Ол 62 балмен Дубайға барып келді. 100 балл. 63 бал қайдан шығады ағай? Қателеспесем, Қызылорда или Алматы? Нұртай Сұңғат болуы мүмкін, 63 или Ғалымжан болуы мүмкін. Мен білмеймін точно. Эфес болып жатыр. Жәмиля 20 есеп минимум. 20 есеп. 20 есеп 100 минут деген көп сияқты болып көрінеді. Бірақ біріншісі тест, екіншісі есептің шығарылу жолын көрсету керек, үшіншісі дәлелдеу керек қой бұл айтқан кезде. Жақсы, мен халқыма сендім. Мына жерде біраз адам мына жауапты айтып жатыр. Білмеймін, тексермей ақ қояйын. Енді ең үлкен сан ол мынау сан болу керек. Ең кіші сан 1, 0, 2, 3 болу керек. Осының айырмасын таба алады деп үміттенемін. Все? Кімде қандай сұрақ бар? Мен олимпиадаға қатысты, зерделіге қатысты, басқа сұрақтарың болса қоя беріңдер. Чатқа мына информация бірден жіберіледі. Расымен, ұмытып кетпей тұрғанда бірден жібере салайын. Сабақ аяқталды ма ағай? Иә? Так. Ағай, Ау? ертең бірсі күні дайындықтар болады ғой, сол дайындық осы 8-де бола ма күнделікті? Бұйырса. Ертең және арғы күні. Жақсы. Ағай, қанша балл жинау керек, чтобы өту үшін? Қай кезеңнен өту үшін? Например, ауданнан өту үшін.
айтып тұрмын ғой, республикада ең үлкен бал 63 болды. Ал мектепшілікке үшінші? Мектепшіліктен 5 бала мен 15 баланың арасында өте береді. Точнее, классыңнан 3 бала қатысып тұрса, үшеуінде өтіп тұрсыңдар деген сөз ғой. Қай группаға салдыңыз апай дейді. Мен Америкаға көшем шығар. Окей. Алтын түлек олимпиадасы туралы айтасыз ба? Алтын түлек олимпиадасы зерделі тарапынан ұйымдастырылып келе жатқан 3 олимпиаданың біреуі. Бұның 3 этабы бар: мектепшілік, аудандық және өңірлік. Өңірлік ол республикалық этап болып саналады. Ол жерде 11 сыныптар үшін университеттердің гранты беріледі. Енді бір запись тоқтатты ма? Запись тоқтата салу керек еді. Ертең мен айтқан нәрсе болмай қалып, сіз айтып едіңіз, не үшін болмай қалып деп айтпас үшінші. Ертең дәлел шығармай ма? Иә. Короче, ладно, енді бір жерге сливаться етіліп кетер. Бірақ точно білмеймін, алдын ала айтып қояйын. Бірақ мына вариантты қарастырамыз деген. Егер сен КБТУ-ның грантын алтын түлек арқылы ұтып алдың, мемлекеттік грантты ұтып алдың ОБТ арқылы, сен барасында 2 стипендия алатсың деген бір форманы ойластырамыз деген. Түсіндіре алдың ба? Яғни двойной стипендия ма? Екінші сынып. Типа не факт, короче. Просто айтатырмын. Білмеймін точно. Мен айтты деп, ушу шығарып, тиктокқа салып жіберіп, қиып алып жүрмеңдер. Зерделі топ зикпа. Окей. Осы ертең күні кездескенше бұйырса группаларға жаңағы материалдар жіберіледі. Қосымша алтын түлектің мектепшілік аудандық кезеңдерінің есептерін береміз сендерге. Мүмкін оны типа платформаға салып қоямыз. Сендер өздерің есеп шығарып, тестті белгілеп, тексере алатындай қылып. Ақылбек Реншіңе рахмет. Маған дизлайк басып атқанына. Қай платформа? Зерделі.ап. Қандай платформа? Зерделі.ап. Сол жерге салып қоямыз деп үміттенемін. Ау? Не ғой жаңа, бүгін болған есептер жаңа формула анамнан ертеңде тағы қайталай ма? Жоқ. Ол мына жерде видео сақталды деп айтты. Мен білмеймін. Мен ана миттің фанаты емеспін. Мен бірден айтайын, мен зумның фанатымын. Мит маған вообще ұнамайды. Бұны скрин жасап салсаңдар болады. Сол үшін айтып жатырмын. Өйткені зумда үлкен бір отклик жоқ. Ал митта менің жазғандарым 1-2 доли секундқа кешіктіріледі. Мен сол үшін оны ұнатпаймын. Оны бірден айтып қоя берейін. Содан кейін мен миттің көп нәрселерін білмеймін да. По факту айтқан кезде. Енді запись сақталады деп айтты. Оны берсе группаға жібереді. Одан кейін мен мына жерде жазғандарым барлығын жаңа апайларына жіберіп қойдым. Ол қазір барлық группаға соны тарататын болады. Одан кейін сол группада отырыңдар, біз информациялар айтамыз. Яғни осы жерден тест ала аласыңдар, осы жерден есептерді көре аласыңдар деген информация болса, сендер сол жерге кіріп, оны қарап, тест болса тапсырып, есеп болса есеп шығарып жұмыстан аласыңдар. Түсіндіре алдым? Телеграмда емес. Телеграмға да салынады информациялар, есептер деген сияқты. Бірақ главный WhatsApp группада бар болсаңдар, сол жерде бүкіл информацияны айтып, сендерге жеткізіп отырады. Одан кейін бір мектептен мүмкіндігінше көп бала қатыстыруға тырысыңдар. Есептерді көрдіңдер, ол қатты қиын емес. В принципе, қатты оңай да емес, оны білген дұрыс. Бір класстан 10-15-20 адамға дейін қатыса беруге болады. Мен тіркеуді көріп жатырмын, қазір бір мектептен 2 бала қатысып жатыр, 3 бала қатысып жатыр деген сияқты. Бір мектептен неге 5 бала қатыспайды? Мен оқитын болған. Енді бұл алтын түлек олимпиадасына байқайтын көбісі физмат, геомат, инфомат, кімде математика бар, солар қатысады. Менің дж англ таңдайтын оқушым болған. Ол мысалы тек мат сауаттылықты жақсы біледі. Республикалық этаптан ол 2-ші орын алды, бұл айтқан кезде.
Алтын түлек олимпиадасының республикалық этабынан алды. Сондай, типа, гуманитарлар есеп шығара алмайды деген нәрседен чуть аулақ болып, оларда қатысуға үгіттеңдер, олар да көрсін, олар да сезінсін бұл атмосфераны. Окей? Хорошо. Все, жақсы. Шаршадыңдар. Сау Келесі сабақта көріскенше. Жақсы. Сау болыңдар. Сұрақ барлар қоя беріңдер, шыққысы келгендер шыға беріңдер. Мен әңгіме айта беремін. Ау. Осы алдыңғы 2 күнде де митте о тема болса, сабақтар. Митта өтеді. Придется митта өткізуге. Өйткені Zoom-ның платный версиясында 100 адамға дейін, одан кейін 400 адам версиясы бар, бірақ оны мен алуды қатты қаламаймын. Ал миттің платный версиясында 500 адамға дейін. Сол үшін біз қазір осы митта өтіп жатырмыз. Ұнатпаймын, бірақ өтеміз, придется. Амалсыздан. Иә. А так Zoom лучше ғой. Солай ма? Zoom ба, мит па? Zoom. Мит дейді. Бұрын миттің, типа, оқушылар митті не үшін жақсы көретін еді? Өйткені олар жақсы көреді, миттан ештеңе скачать етпейсің, просто Safari арқылы или Google Chrome арқылы кіріп кете беретін еді. Қазір мит олай емес та, митті скачать ету керек та, солай ма? Я почтамен еще таратып жүру оңай. Иә, оқушылар андай оқушылар жылайтын еді, білмеймін. Zoom скачать ету керек, анау мынау деп, бірақ қазір митті да скачать ету керек. Сол үшін мит чуть-чуть ұнамайды. Ладно, ол менің жеке пікірім. Қалай айтады оны? Субъективті пікір дей ма? Қалғандардың өздерің ойларыңда қалай бересіңдер, проблема емес. Бірақ андай, сенші маған кайфанешь деген білесіңдер ғой, я? Zoom лучше деп қоймасаң да андай. Окей. Я не завязываю, конечно. Бастыңдыр. До последнего Zoom дейтін сияқты ғой ағайымыз. Біреуінде оқымадыңыз, коммент оқымайсыз дейді. Ой, коммент оқып жатырмын ғой, мен одан кейін жаңа Zoom мен митті айтып жатып, соны оқымай қалдым. Окей, sorry. Так, менің комментариям оқылмай қалды дейді. Ол платформаны қалай ашамыз дейді. Оны бәрі айтады. Мұнда Зерделден басқа балалар бар ма дейді. Алтын түлекке кім тіркелді, соның барлығына доступ беріп жатыр. Қалайсыз Ақерке апай жақсы деп үміттенемін. Телеграмға запись жіберіле ма, ссылка дейді, бұйырса жіберіледі. Я алдыңғы жыл постоянно Zoom-да отыратын едік дейді. О, құралайчик дейді. Бұйырса кездесеміз, респода деп қойады. Сә дейтін жер болып тұр, мынау. Окей. Группаға ссылка бар ма дейді. Группаға ссылка бар. Жоғарыда да жіберді, төменде де жібереді. Телеграмға да, өздері де былай қосады. Менің комментім оқылмай қалды, sorry. Геометрия есептері келуі мүмкін. Бірақ точно білмейміз. Бір-екі есеп қана кездескен. Так. Биохим болып, әмісі шашады. Дізі таңғы болып та шашқандарды білем. Ссылканы осы апайдан аласың. Әңгіме үшін отырыңыз дейді, Амина. Айт енді әңгіме үшін отырсаң. Так, алтын түлекке қандай мектептер қатысады? Алтын түлекке простой мектептер қатысады, бірден айтайын. Андай спецшколдар қатыспайды. Бил қатыспайды, Ниш қатыспайды, Дарын, Эрфимшай, Физмат. Одан кейін андай спецшколдар бар ғой, Рабияның мектептері ше. Сенде солар қатыспайды. Яқта Рабия жылаған смайлик жер бар. Ағай, жақсы. Иә. Құдай ясын сені Рабия. Алтын түлек үшін простой мектепке көп кетшейші. Айтпайын ағай, сен кішігірін айтайын деп отыр едім. Қанша алдың? Пробныйдан айтшы, соны айтшы маған. Соны айтайын деп жатқан шығарсың. Пробный тапсырдың ғой точно. Казгуға барып тапсырдыңдар ма? Топты абсолют етедік, потолок мынау. Қанша алған Рабия? Ой, потолок емес, ой, еғымаңдарсыңдар. Қандай, потолок деген қанша балл? 140 ба? Ой, ағай. Ладно, 139 болсын. 139 болсын, Ақерке апайдан сәлем айтады сіздерге. Ақерке апай. Давай. Мен құлағымда наушник тұр, ол не істейді. О, ағай. Ау, Медина.
Жестер. Мектепшілікке тіркелген оқушыларға тапсырмалар келеді. Оны мұғалімдер береді. Аудандық кезеңге қанша балл керек, білмеймін. 50 де өтіп кетуге болады. Жасарып кетсін дейді. Негізі күннен күнге қартаймасам, негізі қатты жасармаймын. Даяна Камел дейді. Неге алтын түлекке тіркелуде алтын сақа платформасы шығады дейді. Бізде сол бүкіл олимпиадаға тіркейтін бірақ платформа бар, ол алтын сақа.онлайн деп аталады. Ол жерде алтын сақаға да, алтын түлекке да, плюс алтын тұғыр мұғалімдердің олимпиадасына сол жерге тіркейді. Дайындалама дейді. Давай бір лайфхак айтайын ба сендерге. Негізі үлкен олимпиадалар бар ғой. 10-11 класстың или 9 класстың олимпиадаларына кіші сыныптар қатысады. Бізде кейс бар. 6 сынып оқушысы просто так барады да 9 сыныптан республиканский олимпиадаға қатысады. Қалалық кезеңнен золото алады, облыстық кезеңнен бронза алады математикадан. Ондай кейс бар. Мектептерінде 9 класстың балаларына айта аласыңдар. Осы платформаға кіресің, логин паролін жазасында, сыныбыңды 10 класс деп көрсетіп, тіркей бересің де олимпиадаға қатысасың. Welcome. Бәрі істей алады. Оны ешкім қуып шықпайды. Бірақ 11 класс деп тіркеліп қойып, ертең ана есептерінен қады алып, жинап, настроение түстіп жүрмесін. Ақылбек, шындықты бетке айтатын оңбаған екенсің. Білмеймін. Ұйымдастырып отқан зерделі ақыл-ой дамыту орталығы. Рабия, давай әңгімеңді айта бер. Қанша алдың? Ол ағайға тояды екен. Қанша енді айтшы, ести салады. Ой, 101 алдым. Нормально әзірге. Қазір октябрь 101 болса. Маттан просто андай изинесіп қалып. Мат қанша болды? 40. Мат 40. Назеркеде да 40 мат. Ол 106. Тарихта же парный. Бәрі бір дейма, тарих 12, оқу сауаттылық 10, мат сауаттылық 9, бір дейма, сондай ма? Жоқ, мат сауаттылық 10, 8. Нормально. Супер результат әзірге. Суатырда, Просто сәл дайындаласында, қаңтардан 130 қойсан, сосын бұйырса Дубайға барып айтсақ, мартта барып айтсақ, иншалла Дубайға. Сосын ары қарай 135 плюс қойып тап, Кореяға демалып қайтсақ, вообще супер болмай ма, иә? Иншалла, сол бұйырсын. Қаңтарда жоқ. Қаңтарда 120 плюс. 120 жоқ, 120 плюс Дубай ғой, типа 120-ға жеткізіп тасаңдар, Дубайды ұтып алсаңдар, сосын ары қарай 135 плюс жасап тап, Кореяны алып алсаңдар, екеуін барып қайтсаңдар, вообще. Тема болмай ма деп айтып атқаным ғой енді қазірге. Әрине. Мұқтаж жанға бұйырсын. Амина білмеймін оны. Жақсы, мен демалайын, иә? Үйге әйел бала шағам, қызым күтіп отыр. Вообще. Енді ол мұқтаж жанға бұйырсын, сондай прикол ғой. Мұқтаждық неден туындайды? Қатты қалайсың бір затты, сосын орындағың келеді, оған әрекет етесің, пақайт етесің, оқисың, сосын иншалла саған бұйырады. Тема, шаршамаңдар, әрекет етуден шаршамаңдар, білім алудан шаршамаңдар, оны оқитындар, алтын түлеккен чемпион болып Дубайға барыңдар, 11 оқитындар, 140 жинап, қай курста оқатсыңдар, соның жаңағы машинасын үйін ұтып алып, ары қарай, енді біреуде Дубай бар, біреуде Дубай жоқ, біреуде түлектер кеші бар, қайсына барғыларың келеді, сол бұйырсын. Алтын түлекте кездесеміз, биыл қай облысқа баратымыз белгілі, белгісіз, менде әлі.
эгер Түркстанга баратын болсам, түркстандыктар көрүшкенче деп кошташуу сөзүн айтып кетсең да. Сәттілік бәріне. Бүгін мен қоштасам. Сіздермен бірге болған Қонысбек ағай, Медина Карашева ренжіме, маған жекеге жазсаң болады. Давайте, сау болыңдар. Sağ olun Zay. Soğuk. Сол. Қонысбек ағайдың оны мен беремін қазір. Дайындалып отырмын. Болды. Бастай бер. Кішкене милан тыныштар алып бастаймыз. Бәрі кірсін. Видеоға солдар оқушылар